Ассаламуалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Құралбаев. Бүгінгі видеода ойын ойнау арқылы қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Ешқандай салымсыз, кез келген адамның қолынан келеді. Арнама тіркелмегендер болса, арнаға тіркеліп кетейік. Аямай видеоға лайк басып, комментарийімізді қалдырайық. Ал ендеше көп созбай бастайық. Достар, мен описанияға ссылка қалдырып кетем. Сол ссылка арқылы өтесіздер. Өткеннен кейін геймпад бот деп аталатын телеграм ботқа алып келеді. Телеграм ботқа алып келген соң сіздер старт деген кнопканы басасыздар. Сіздерге алғашқы тіркелгендерге $0.5 береді. Сосын играть деген кнопканы басып интернетке өтеміз. Мінекей достар, біз геймпад бот деп аталатын сайтқа өттік. Бұл жерден сіздер 3 түрлі жолмен ақша таба аласыздар. Яғни чемпионатқа қатысу арқылы ақша таба аласыздар. Чемпионатқа қатысу үшін көптеген ойындарды ойнау арқылы сіздер жетон жинайсыздар. Жетон мен мына тұр. Сары көрсетіп тұр, менде қазір 2,5 жетон бар. 2,5 жетон көп жетондар жинай бересіздер. Ең көп жинаған жетонға осында 28-де $25 или $10 беретін болады. Екінші, достарыңызды шақыру арқылы $1 береді. $1 береді, достар, әр адамға $1 береді. Қазір менде $0.05 болыптыр әр адам шақырғаным үшін. Ал сіздерге басында $1 береді. Үшінші, турнирге қатысу арқылы ақша таба аласыздар. Яғни ойын ойнайсыздар, бір осындай Caveman Jumper деген әртүрлі ойындар ойнау арқылы бірінші орын, екінші орынға ақшалай сыйлықтар беріп отырады. Достар, менде қазіргі моментте $205 бар. Сіздерге қалай ойын ойнау арқылы ақша табуға болатын көрсетейін. Мына неше түрлі ойындар бар. Осы ойындарды ойнау арқылы сіздерге ақша таба аласыздар. Алғашқы ойындарға сіздерге $0.2 беріп отырады. Міне мен қазір бір ойынды ойнап көрсетейін. Баскетбол деген ойынға кіріп көрсетейін. Осылай сайтқа кіреді, мына загрузка болады. Загрузка болған соң біз ойынымызды бастаймыз. Міне мына тұрған жасыл кнопканы көріп тұрсыздар, сол жасыл кнопканы басамыз. Кішкене 5 секунд реклама болады. Рекламаны өтіп болған соң X-ті басамыз. Достар, міне бізге себетке допты салу керек болады. Міне осылайына салып отырамыз. Осылайына салып отырамыз. Рекорд қойған сайын бізге әр рекордымызға бір $0.200 беріп отырады. Міне осылайына саламыз. Міне новый рекорд деді. Міне осылай ойнап отырамыз. Тағы да басқа ойындарды көрсетейін сіздерге ойнап. Мына тағы мынандай ойында бар, зигзаг деп аталатын. Загрузка болады. Сосын жасыл кнопканы басамыз. Бұл ойында былай ойнаймыз, міне достар. Былай отылып қалдық. Осылайынан экранды екі жаққа бұрмалау арқылы ақша табамыз. Бұру арқылы. Отылып қалдық. Реклама болады. Рекламадан кейін тағы да ойнай берсек болады екен. Міне достар, вам начислено $0.01 берді. Достар, сіздерге алғашқы ойындарыңызға $0.2 береді. Осылай ақша таба бересіздер. Достар, тағы да сіздерге кеңесім, достарыңызды шақыру арқылы ақша таба аласыздар. Ең алғашқы ойындарыңызға $1 береді. Әр шақырған досыңызға $1 береді. Және де астыларыңыздағы достарыңыз ойын ойнап, олар ұтып отса, сіздерге осы жерден ақшалары түсіп отырады. Және де тағы да жетондар түсіп отырады. Жетон бағана айтқандай, чемпионатқа қатысуға
мүмкіндік көп болады, чемпионаттан ұтуға мүмкіндік көп болады. Мінекей достар, осылай ойын ойнап ақша таба аласыздар. Бұл жерде минималды ақша шығару $5. Вывести средстваны бассақ, міне минимальная сумма вывода $5 деп тұр. Достар, мен $5 жинап болған соң міндетті түрде ақшамды шығаратын боламын. Ал сіздер әзірше осы жерден ақша тауып, достарыңызды шақырып ақша таба беріңіздер. Ал мен келесі видеода осы $5 жинап ақшамды шығарып көрсететін боламын. Арнама тіркелмегендер болса, тағы да айтамын, тіркеліп кетейік, лайкты басайық. Сіздермен бірге болған мен Құралбаев, сау болыңдар.